Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Теміртау кәсіптік техникалық колледжінің тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы Жүздебаева Ақбота Бақытжанқызымын. Бүгін біз тауартану пәнінен шұжықтар және ысталған ет тақырыбы барысында талқылайтын боламыз. Сабақтың барысы: мазмұны, шұжықтың химиялық құрамы, түрлері, қоспалары, дайындау әдістері және сақтау мен бұзылу процестерін қарастыратын боламыз. Сабақтың мақсаты: шұжық өнімдерінің жылумен өңделген әдістері ажырата білу, жылумен өңдеу процестерінен ысталған етті сақтау және жасалу әдістерін білу. Міндеті: шұжық өнімдерін күнделікті тұрмыста сақтау, турау, әрі қарай жылумен өңдеу және әсемдеу, ұсыну үшін құрамы мен жылумен өңдеу жолдарын түсіндіру. Шұжық өнімдері ет турамасынан жасалған және жылулық өңделген өнімдер. Әртүрлі шұжықтар химиялық құрамы мен тағамдық құндылығы бойынша өзара тепе-тең емес, бірақ олардың барлығы белокты заттар, В тобы витаминдері, минералдар, липидтер, макро және микроэлементтерден тұрады. Шұжық құрамына сүтті, сары майды және жұмыртқаны қосу шұжықтың тек қана тағамдық құндылығын жоғартылатып қана қоймай, оның дәмін жақсартады. Шұжық өнімдері басқа ет өнімдері сияқты негізгі белок көзі болғандықтан, тағамдық құндылығы протеиндердің жалпы көлемімен анықталады. Май мөлшері шұжықтың сапалық көрсеткішін жақсартатындай шекті мөлшерде болу керек. Себебі май мөлшері көп болған жағдайда шұжықтың сапалық сіңімділігі мен дәмін нашарлатады. Шұжық өнімдері белок, май, ылғал және басқа да өз заттар мөлшері бойынша берілген химиялық құрамы мен шикізат пен өндіру технологияларының таңдау жолымен өндірілуі керек. Фосфаттар пісірілген шұжықтарға шырындылық пен нәзіктілік береді. Шұжықтар жылулық өңдеуге байланысты әртүрлі температураларда және әртүрлі тәулікте кептіріледі. Сақтау жағдайларына байланысты шұжықтар бұзылу ақаулары пайда болады. Көгеру, шіру, ашу, зеңдену және түсінің өзгеруі, ашу, шіріктену жатады. Шұжық өнімдерін сақтаудағы бір-екі әдістеріне тоқтала кететін болсақ, көгеру. Көгеру процесі ауа ылғалдылығы, яғни бөлме температурасындағы жоғарылауы, ауаның алмаспауы және сақтау мерзімі ұзақ болғанда пайда болады. Оның белгілері: қабаттары бұзылады, түсі мен иісі, консистенциясы өзгереді. Бастапқы стадиясында ас тұзының 20% ертіндісімен тазалап жуып, содан соң 80-100 градустағы температурада қуырып, 1-2 минут кептіріп алады. Қышқыл ашу шұжық құрамында қант мөлшері көп болған жағдайда пайда болады. Шұжықтарды 8 градус температурада 75-80% салыстырмалы ауа ылғалдылығында сақтайды. Бірінші, екінші сорттағы шұжықтарды 2 тәулік, ал жоғарғы сортты шұжықтарды 3 тәулік сақтайды. Енді осы шұжықтар жайында сіздермен презентация арқылы әрі талқылайық. Шұжықтар ысталған ет. Шұжық өнімдері технологиясы мен шикізатқа байланысты жіктеледі. Бірінші, пісірілген, фаршталған, жартылай ысталған, ливерлі, қанды, ет нандары, паштеттер, зерістер және сілікпелер болады. Ет түріне байланысты сиыр, шошқа, қой, жылқы, түйе, басқа мал еті мен құс етінен жасалған шұжықтар. Шикізат құрамы бойынша етті, қанды, суп өнімді, емдәмдік болып ажыратылады. Шикізат сапасы бойынша жоғары, бірінші, екінші және үшінші сорттарға бөлінеді. Қабықша түрі бойынша, яғни сыртында қапталатын қабықшасы бойынша, табиғи қабықшадағы ішек қарын, жасанды қабықшадағы белокты целлюлозды, қабықшасыз ет наны, сілікпе, паштет. Кескіндегі суреті бойынша бір текті құрылымды майда турама және қыртыс май қосылған ірі майдаланған болып бөлінеді. Ысталған шұжықтар, яғни осы суретте көріп тұрғандай аспа ілмелерге ілу арқылы жоғарғы температурада
ыстау арқылы жасалады. Ысталған шұжықтар, жартылай ысталған шұжықтар дайындауда өнімді қуырылып, қайнатылып, салқындатылып ысталады. Қайнатып ысталған шұжық ыстықтай температурасы 70-80 градус түтінмен ысталып, қайнатылып, температурасы 32-40 градус Цельсий түтінмен қайта ысталып кептіріледі. Ал шикілі ысталған шұжық ұзақ уақыт жетілдіріліп, содан кейін температурасы 18-25 градус түтінмен салқындай ысталады. Жартылай ысталған, қайнатып ысталған, шикілі ысталған шұжықтар ішіндегі температурасы 12-15 градус арасында тоңазытқыш ішіне қапталынып, ілініп, жартылай ысталған шұжық 10 күнге дейін, қайнатып ысталған 15 күнге дейін, ал шикілі ысталған шұжық 4 айға дейін сақталынады. Бұл кестеге назар аударатын болсақ, шұжық өнімдерінің тағамдық құндылығы, энергетикалық құндылығы 100 граммен есептелінген болып есептеледі. Өнім атауы пісірілген шұжықтар, жартылай ысталған шұжықтар, шикілі ысталған шұжықтар, пісіріп ысталған шұжықтар, сосискалар және зельстер бар. Массалық үлесі пайыз бойынша су, белок, май, минералды заттар, калориясы және килоджоулі есептелінген. Келесі кестеге назар аударатын болсақ, шикізатты қабылдаудан бастап сақтау процесіне дейін жазылған. Бұл жерлерде шикізатты қабылдағаннан кейін оны бөледі, сіңірлерінен ажыратады, яғни етті, тұздау процесі кетеді. Одан кейін волочка ұсақтау процесі фарш жасау үшін қажет етіледі. Фаршты араластырғышта дайындау, яғни бұған дәмдеуіш пен сарымсақ қосу арқылы, ішектерді толтыру және байлау, нығыздау, термикалық өңдеу процесі, сосын термоагрегаттық камераларды үздіксіз ұстау, яғни ұстау процестері, жаңағы түтінмен өңдеу процестері осы жерде кетеді. Кептіру процесі және ұстау процесі, қайта ұстау процесі, одан кейін тағы да кептіру немесе тоңазыту процесі. Одан кейінгі процесс сақтау процесі. Бұл жерде сіздер үй жағдайында жасалған шұжықтарды көріп отырсыздар. Үстінен ауыр ыдыс қою арқылы немесе ауыр зат қою арқылы белгілі бір мөлшерде формасын жасап, ішіне көкөністерді салу арқылы үй жағдайында әзірленген шұжықтар. Келесі сурет зельс тәрізді немесе шабылған еттерден жасалған шұжықтарды байқасаңыздар болады. Ветчинаның ассортименттері, яғни көп түрлілігі. Рулеттердің ішіне байқаған болсаңыздар, бірінші суретте еттің ішіне тағы да басқа бір еттің түрін салу арқылы және сонымен қатар көкөністерді қосу арқылы жасалған. Шұжық жасау өнеркәсібінде қолданылатын жабдықтарға тоқтала кетейік. Ол ең алдымен ет тартқыш. Ет тартқыш шұжықты жасау үшін ең бір қажетті жабдық болып табылады, өйткені етті тартып ары процеске дайындау беру үшін бізге қажет. Фарш араластырғыш, оның құрамына жаңа айта кеткендей дәмдеуіштер мен сарымсақтар және басқа да компоненттерді салу арқылы осы араластырып біздің вакуумдық шприцке жіберіледі. Вакуумдық шприц сол шұжықтарды формаға келтіру, нығыздау үшін қажет. Тоңазытқыш камерасы, ол шұжықты салып болғаннан кейін тоңазыту үшін, кептіру үшін немесе түтінмен ұстау үшін қажетті жабдықтарды, яғни жылумен өңдеу әдістерін немесе салқындату әдістерін бізге жасауға көмектеседі. Шұжық өнімдері келесі түрлерге бөлінеді. Ол пісірілген, жартылай ысталған, шикілей ысталған, пісіріліп ысталған, ливерлі, зельстар, қант қосылған ет өнімдері және ет наны болып бөлінеді. Шұжық өнімдерінің сапасына қойылатын талаптарына тоқтала кетейік. Олардың түсі пісірілген шұжық және ет нанының көлденең кескенде фаршы ақшыл қызыл, шикілей ысталған шұжықтікі қызыл, ливердікі және паштеттікі сұр түсті болады. Фарштың түсі сыртқы қабығынан ортасына қарай бір текті сұр дақтарсыз болуы керек. Барлық шұжықтың шпигі ақ немесе ақшыл қызыл болады.
Физикалық химиялық көрсеткіштері пісірілген шұжық өнімінің сапасына келесі талаптар қойылады. Тұз мөлшері 2-3%. Жылы мамыр және қыркүйек айларында тұз мөлшері 2,5%-ға дейін жіберіледі. Иісі мен дәмі. Пісірілген шұжық хош иісті, аздап тұзды болғанмен дәмі жағымды. Ысталған, жартылай ысталған шұжықтар жұпар иісті, аздап түтін иісті, дәмі жағымды, аздап тұзды, бөтен дәм және иіс байқалмауы қажет. Сіздерге мынандай кішігірім бір тапсырма бар. Пісірілген, жартылай ысталған, шикілі ысталған, пісіріліп ысталған, ливерлі және зельсті шұжықтарды суреттің жанына орналастырыңыздар. Немесе суреттің астына тиісті атауын жазып, тапсырманы орындаңыздар. Келесі тапсырма сіздерге сұрақтар тізбегі. Сұрақтар тізбегіне керісінше тиісті өзінің жауаптарын жазып, сұрақтардың астарын толтыруларыңызды сұраймын. Бірінші сұрақ: шұжық өндірісінде негізгі және қосалқы шикізатты атаңыз. Екінші: шұжықтарды термиялық өңдеуге байланысты қалай жіктеуге болады? Пісірілген шұжықтан ет, наны несімен ерекшеленеді? Келесі тұжырымдаманы толықтырыңыз. Пісірілген шұжық сапасы бойынша жоғары сұрыпқа бөлінеді. Неліктен? Ең жоғары сыныптағы пісірілген шұжыққа қандай шұжықтар жатады? Дұрыс жауабын тек қана әріппен белгілеп кетесіз. Жартылай шұжық өнімдерін алу ерекшеліктері қандай? Шошқаның қыртыс майы бар. Шала сүрленген шұжықтың сұрыптамасын атаңыз. Шала сүрленген шұжық пен пісіріп ысталған шұжықтан айырмашылығы неде? Шұжық пен ысталған шұжықтардың арасында қандай айырмашылық бар? Және соңғы сұрақ: шұжық өнімдерін өндіру үшін қандай шұжықтар қолданылады? Сіздерге берілген сілтеме арқылы YouTube каналынан осы шұжықтар өнімдерін өндіру процестерін көре аласыздар.